11-ші сөз. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып беремін деп, даугерді жеп құтқарамын деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал аламын деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғаны әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, қыздырып алып, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар, пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағымды сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзағы жоғалса, жұртқа ойда түсіреді, шаруада қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды? 12-ші сөз. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин, сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі, иманның иғтикатын малхимлемек керек. Екінші, үйреніп жеткенше, осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып, үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды, ғибадаты ғибадат болмайды. Ләкин, кімде-кім иманның неше шарты бірлән кәмелет табатұғын білмей, қанша жерден бұзылатындығын білмей, басқа шалма орап, бірадар атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсайды. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмайды. Ықыласымен өзін-өзі аңдып, шын діни шыншылдап жан ашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. 13-ші сөз. Иман деген Алла тәбәрәка ва тағаланың шариксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уә әртүрлі бізге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы жіберген жарлығына, білдіргеніне мойынсұнып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуелі не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізелік болып, ақылы дәлел исбат қыларға жараса, мұны якини иман десек керек. Екінші кітаптан оқу бірлән яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық берік боларлық керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айнып, көңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл иманды иман тахлиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Яқини иманы бар деуге ғылымы жоқ, тахлиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп, ант ететұғын кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Әрнешік білмек керек, жоғарғы жазылмыш
екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесін. Оның үшін Құдай тағаланың ғафуына, яғни пайғамбарымыздың шафағатына сыймайды, мүмкін де емес. Қылыш үстінде серт жоқ деген, Құдай тағаланың кешпес күнәсі жоқ, жалған мақалды қуат көрген пенденің жүзі құрсын. 14-ші сөз. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың кісі дегені, батыр дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлі адам баласын өз бауырым деп, өзіне ойлағандай оларға да болса егеді демек. Бұлар жүректің ісі. Асықтық та жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Біздің қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңынан итше ере бермей, адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге, қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге, оңай да болса мойындамау, ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес, қасқыр жүректі деген сөз. Қазақта адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білместігімнен қылдым дегеннің көбіне нанбаймын. Білімді білсе де, арсыз қайратсыздығынан ескермей, ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүрген мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілерінің бәрі пәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірі айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыратұғын сөздері. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі үнемі жаманшылыққа мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі тәуір жігіт түгіл әуелі адам ба өзі? 15-ші сөз. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуелі пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады екен. Егер кісі орнын таппай, не болса сол бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күніңде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тозбастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызықшақтық. Ол өзі бойға құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір дерт болады екен. Әр түрлі құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әне-міне жетер-жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы, мынаны дегізіп, бойды сынататұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай,
ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісілер ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының бір жерін жауып кетіп, екі көзі аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егерде есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды? Күнінде өзің өкінбесе қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалыппысың.